Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мынандай гүл тоқуды үйренеміз. Қарапайым брош ретінде жасалған, арнайы балеткеге тоқылған гүл. Ең қарапайым гүл. Менімен бірге тоқып үйренейік. Бұл үшін керекті заттар: менде Alize Diva Plus жібі, микрофибра 100%, және 2,5 крючок, 2,5-дық. Жұмысты бастау үшін ең бірінші кольцо амигуруми жасап аламыз. Ол тек мынандай кольцо жасап аламыз. Ешқай жерінде жабылған жері жоқ. Тек осылай кольцо жасап аламыз. Осы кольцоға крючогымызды кіргізіп, осы жіптен қазір 3 воздушная петля теріп, 3 воздушная петля подъемы көтеріп аламыз. 1, 2, 3. Осыдан кейін осы кольцомызды бойын айналдырып, столбик с накидом тоқимыз. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 және 18-ші столбик с накидом теріп алдым. Сіздерде мынандай тоқыма пайда болу керек. Енді мына жұмыс жібінен бөлек соңғы жіптің соңын тартамыз. Тартқан кезде бұлай етіп, жібіміз тоқыған жеріміз біргеді бұлай. Міне, ортасы е. Енді мына тоқыманың соңы мен басын біріктіреміз, қосамыз. Яғни мына бірінші біздің столбик с накидымның өзін көрініп тұрады. Міне, осы петляға соединительный петлямен біріктіреміз. Крючокты кіргіземіз, жіпті іліп аламыз да, мына тұрған петлямызбен біріктіреміз. Міне. Енді келесі тағы да 3 петля подъемы теріп аламыз. 1, 2, 3. Ендігі жерде мына тұрған біздегі петляның түбінде мынандай тесік болады. Осы жерден қазір бірінші столбик с накидом өткіземіз. Накид кигіземіз. Екеуін іліп аламын, екеуін тағы іліп аламын. Енді осы столбик с накидымның бойынан накидтарған алатын боламыз 10 штук, 10 рет. 1 накид, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне, накидті кигізіп аламыз. Осының бойынан жіпті өткіземіз крючокпен іліп алып. Міне. Енді мына біздің жұмыс жібімен біріктіреміз. Осы жерден тағы да 1, 2, 3 петля теріп аламыз. Воздушный. Сосын жаңағы біздің жүргізген петлямызға кіргіземіз. Де соединительный петлямен біріктіреміз. Міне. Мынау бір жапырақшасын тоқыдық. Енді ары қарай 2 соединительный петля жүреміз. 1, 2, үшіншісіне петля подъема саламыз. Столбик без накида. Біріншісі,
Сосын 3 петля подъема көтереміз. 3. Тағы накид кигіземіз. Тап осы столбик без накиданы салған столбиктен өткіземіз. Столбик без накидымды. Сосын тағы да накид кигіземіз де 10 накидті осы бір қатардан өткіземіз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-шы. Енді осының барлығын біріктіреміз. Өте мұқият тарту керек. Себебі басқа жіптерді іліп кетуі мүмкін. Міне, соединительный петлямен біріктіреміз де. Тағы да 3 воздушный петля теріп аламыз. 1, 2, 3. Сосын жаңағы біздің ең бірінші столбигімізден қайтадан соған кіргізіп, соединительный петлямен біріктіреміз. Бұлай етіп, не? Екінші гүлдің екінші жапырақшасы. Келесі 2 столбиктен соединительный петля жүргізем. 1, 2, үшіншісі столбик без накида. Тағы петля подъема 3. Ары қарай басқа қанатшаларын өздеріңіз жасап шығыңыздар. Осы қатардың соңына кездесеміз. Мінекей қыздар, мені қатарды аяқтадым. Енді келесі қатарды жасаймыз. Ол үшін енді мына жерде бізде петля подъемаларға столбик без накида тоқып шығамыз. 1, 6-дан 6 немесе 5. Сіздің жібіңіздің плотностына қарай. 2, 3, 4, 5. Міне, мен 6-шысында тоқуым керек екен. 6. Міне. 6. Енді мына тура жоғарысында мына петляға біреуін тоқимыз да. Сосын 2 воздушный петлямен көтереміз бұлай. 2 немесе 3. Сосын жаңағы петляға қайтадан столбик, соединительный столбикпен біріктіреміз. Енді келесі жанындағы жаңағы біздің воздушный петлямыз бар ғой, содан ары қарай жалғастырамыз. Столбик без накидамен. 2, 3, 4, 5 және 6-шы. Міне. Енді мына ортасынан мына жерде ортасынан бір соединительный столбик жасаймыз. Бұлай. Сосын келесі жапырақшаның мына воздушный петлясына өтеміз. Бірден міне 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, 3, 4, 5 қазір 6. Тағы жоғарысында мінеки 1 столбик бар. Мына петля бар. Осымен тағы біреуін аламыз да. 1, 2, 3 петля подъема көтеріп, тап сол жаңағы алған мына петлямызға соединительный петлямен қосамыз. Міне. Енді ары қарай жаңағы біздің тағы да мына төменге түсірген
петля подъема мен соединительный петляларды, мына столбик без накида алтауын осының бойымен тоқып шығамыз. Екеу. Мына астынан өткіземіз, қыздар. Байқап отырған болсаңыздар, мынаған ешқандай мына столбиктарды алмаймыз. Мына жіптің астынан өткіземіз. Жіпті мына тоқылған воздушный петляның асты жағынан өткізіп аламыз. Бұлай етіп. Төртеу. Так, бесеу. Шамилап қалды. Және алтыншы. Екінші жапырақ жағын болып біттік. Мына жерде де солай, тура ортасында, мына тұрған жерден столбик, соединительный столбикпен біріктіреміз бұлай. Бірден мына біздің петля подъемымыздың мына тесікке кіргіземіз. Осы арқылы столбик без накида. Біреу, 6 столбик без накида. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Міне гүлдің формасы келе жатыр, е. Енді мына жоғарысында бір петля бар, е. Осыған бір столбик без накида, сосын 3 петля подъема көтереміз. Екеу, үшеу. Енді сол жерге қайтадан соединительный столбикпен біріктіреміз. Келесі, мына біздің төменге түсірген воздушный петляларымыздың бойына бұлай кіргіземіз. Тесік арқылы столбик без накида алтауын бұлай тоқып шығамыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Екі жағы да бірдей болу керек, е, қыздар. Міне үшінші гүлдің жапырақшасын тоқып жатырмын. Келесі 3 гүлді соңына дейін осы қатарды бітіріп тоқып шығыңыздар. Мына қатардың соңында кездесейік. Мінекей мен тоқып бітірдім. Және бұлай етіп әдемілеп қойдым маржандармен. Керексіз артық жіптерін қиып тастаймыз. Осылай етіп өздеріңізде тоқып әр нәрсені өрнектеуге болады. Мен мына гүлде 18 петля алдым ғой бағана. 18 столбик с накидом. 18 алғандықтан мұнда 6 қанат жасып болды. Мен мына гүлде 15 петля алған болатынмын. Сол себепті 5 жапырақша шықты. Мұнда 18 алғандықтан 6 болып шықты. Осылай әр түрлі тәсілмен әдемілеп жасауларыңызға болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Маған лайк басып, подписаться бөліміне өтіп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.